Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен ең басты отыз тоғызыншы бетіндегі Anna about special day language point because деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кетіңдер. Когда каналда 10 мың подписчик болған кезде менің сендерге берер сыйлығым бар. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада сендерге айтады They go to the park because it is quiet. Яғни дұрыс ретпен орналастыру керек қой бұл жерде. They go to the park because it is quiet материал берілген. Олар паркке барды, өйткені ол жақ тып-тыныш. Бір балалар мына жерде жазып кеткен шынықтай 1-5. We like this film because it's interesting. Бізге осы фильм ұнайды, өйткені ол қызықты. 2 ғой. They close the shops because there is a parade. Біз дүкендерді жаптық, өйткені бұл жерде парад болып жатыр. I like music because I go to concert. Маған музыка ұнайды, өйткені мен концерттерге барамын. I don't like computer games because they are boring. Маған компьютерлік ойындар ойнамайды, өйткені олар ішпыстырарлық. We don't visit our cousins because they live in Australia. Біз бармаймыз өзіміздің бөлелерімізге, өйткені олар Австралияда дейді. Екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада matching және де мына жерден сөйлем жасауымыз қажет. Бірде D болады, бірде B болады, екіде D болады. 3-те A болады, 4-те E болады, 5-те C болады. Және де мына жерден сөйлем құрауымыз қажет. Осы сөйлемді оқып берейін. My friends like my cats because they are friendly. Мен достарым мысықтарды жақсы көреді, өйткені олар досшыл. And Ed and Will go to the Italian restaurant because they like spaghetti. Ed пен Will итальяндық ресторанға барады, өйткені олар спагеттиді жақсы көреді. Мұхтар has got a book about Wimbledon because he likes tennis. Мұхтарда кітап бар Wimbledon туралы, өйткені ол теннисті жақсы көреді. Vera is good at drama because she's got a great teacher. Vera жақсы драмадан, өйткені оның мұғалімі өте керемет. People go to the supermarket because it's cheap. Адамдар бұл дүкенге барады, өйткені ол жер арзан. 3-ші тапсырмаға келдік. 3-ші тапсырмада сендерге мына жерге ABC деп сәйкестендіруді сұрап тұр. Мына қараңдар балалар, мен қазір былай қояйын. Қазір 2 минут күте тұрыңдар, компьютерді өшіре салайын. Мен келдім, ары қарай жалғастырайық. 3-ші тапсырмада Where is students go for the day? Яғни студенттер қайда барады дейді. Жауап C болады, я. The school closes for the day. All the students go outside and there are children at different races дейді. Барлық студенттер сыртқа шығады және бұл жерде көптеген жарыстар болады. Who is at the special day? Кім арнайы күнде жүреді дейді. Our parents come to the sport days. Біздің ата-анамыз спорт күніне келеді. There are some special races for parents and their family. Бұл жерде арнайы жарыстар бар, ата-аналарға арналған және олар өте қызықты. Jessica's clothes for the special day. Jessicaның киімі осы арнайы күнге. Жауап B болады. There are 4 teams in my school. I am the blue team and I wear blue t-shirt at the sport day. Бұл жерде 4 командалар бар. Мен мектебімде, мен көк командадамын және де мен көк футболка киемін осы спорт күнінде. A question for the your friend. Достарына арналған сұрақ. Have a good special day at your school. Сендерде осындай арнайы күндерің бар ма мектепте? 6-да. The reason Jessica is excited. Jessicaның әсерленіп мәз болғанына себеп. Жауап A. Thanks for the email. I am very excited today because it's sport day and my favorite day of the year. Барлықтарына рахмет, мен бүгін әсерленіп тұрмын, өйткені бізде спорт күні және де менің ең сүйікті күнім осы жылдағы дейді. Енді 4-ші тапсырмаға келдік. 4-ші тапсырмада өзіңнің арнайы күнің туралы досыңа хабарлама жазуың қажет. Мен жазып бердім, осыны көшіріп алсаң болады. I want to tell you about special day at my school. Мен саған айтып келеді арнайы күн туралы менің мектебімдегі. It's called sports day and it's May because the weather is warm. Және де ол спорт күні және де ол мамыр айында болады, өйткені ауа райы жылы. The whole school goes outside and we have races and games. Барлық мектеп сыртқа шығады және де бізде жарыстар, ойындар болады. Our teachers and the parents come to you too because it's very fun to watch.
Біздің ұстаздар және ата-аналар келеді бұл жарысқа, өйткені ол өте қызықты көркем. I wear a t-shirt and trainers because we run a lot. Мен футболка және кроссовка киемін, өйткені мен көп жүгіремін. It's my favorite day at school because I love sports. Бұл мен сүйікті күнім, өйткені мен спортты қатты жақсы көремін. Have you got a special day at your school? Right soon, Jessica. Сенде осындай арнайы күн бар ма? Бай Джессиканы өзімнің атымды жазасың. Мадара деп. Балалар сабақ ұнаса каналға тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Себебі мына жақта жаңа видеолар өте көп болады. Goodbye, have a nice day.